14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Орманда аңдар көп. Бірақ оларды басқаратын арыстан бар. Арыстан для меня все. Это к тому, что львы — это мы. Бұлар дінсіз. Дінді біз әкелдік оларға. Біз жоқ болсақ, дін жоқ. Все еще можно победить эту джахилию. Видите, как важна наша задача. Единственная задача нашего тагута — это борьба с Джамагой. Нет, наоборот. Задача нашей Джамаги — это борьба с тагутом. Ну да. Главное, поняли, да? Мы должны распространить правду, чтобы бороться с бидгой и победить тагутскую систему. Короче, никого не слушайте. Никого. Кроме нашего шейха Арсена. Будым сені дүние жалықпая. Ей, судағы ұстатпайсың балықтая. Bir daldыңды көрсетіп, bir дартыңды. Ой, қойдың ғой дидарыңды танытпая. Bir қисың жол дүние бұраңдаға. Бақтайса басқа дәулет тұра алмаған. Асқар тауды меңзеген бесіл көңлі. Ей, дүниеде еш нәрсеге тына алмаған. Мың бір бәле күніне көрсең дағай. Ей, жігіттер күдер үзбек бір Алладан. Ассаламағалейкум. Сен ұстай алмайтын болдық қой өзі. А? Қашан төлейсің ақшаны? Міне күн ертең, айлық түсейін деп жатыр. Bir күн бере тұрыңызшы, Есеке. Айтпашы маған Есеке деп. Айтпашы. Айтпесе Есек деп бірақ айт. Кешіріңіз, Есеға. Сенің ертең дегеніңе 10 күн болды уже. Еріккенен сұрап отқан жоқпыз. Ана қызға дәрі алатын ақша жоқ. Ақша керек, ақша. Бүгін тап. Бүгін тауып бер. Түстен кейін келем. Айтпесе өзі алың өзіңе. Төлейм аға. Құттықтап қойсаңыз болады аға. Повышение.
Сен повышениеңде шаруам жоқ. Айналайын мына квартплатың ақшасынан құтылшы өзі. Төлейін. Повышение дейді ғой. Ергіп жүрген ешкім жоқ. Квартплатаның ақшасын төле, ергіп жүрген ешкім жоқ. Айтпақшы, айтуға ұмытып барады екем. Келесі айдан бастап теңгемен емес, доллармен есептесетін боламыз. Доллармен. Есаға 1000 теңге бере тұрмайсыз ба? Квартплатаның ақшасымен қайтарып берем. Ұялмай ақша сұрайды еще. Ақшада басын қалғыр. Құдай қаласа, жаңа қызмет жуатын жармыз кешке. Ресми тағайындалбайықты, приказ шыққан жоқ. Хабарлайтын шығар. Мүмкін. Сәлеметсіз бе? Қалайсың? Жақсы, өзіңіз? Жақсы. Көп күтіп қалдыңыздар ма? Айып етпеңіздер. Ал, қайырлы күн, қадірменді әріптестер. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша біздің арнаның бас редактор етіп, жаста болса, болашағынан көп үміт күттіретін талантты менеджер Анар Сайранқызы тағайындалды. Рас. Анар Сайранқызының журналистік тәжірибесі жоқ. Дегенмен бұл кісі администраторлық жұмыстарда өзін жақсы көрсете білді. Ұжымда журналист емес. Менеджер басқару керек. Ал Анар Сайранқызы, өзіңізге бір ауыз сөз. Рахмет. Пьяницы, ой. Не істеп жүрсің? Қоқыс төгіп келдім. Я тебе предупреждал же. Далаға шықпа деп. Харам жасап жатсың. Кеше ғана етпеттеп жатпа дегенсің. Күн шыққанда ұйықтама деп айтқансың. Недостоверный хадис болу керек. Ну, солай сияқты. Әрсен ұстаздан сұрау керек. Ет жемегелі көп болды. Анемия болатын шығармыз. Ақша жоқ емес, бар ғой, алайықшы. Ей, сен! Не деп тұрсың? Тақуалар сияқты өмір сүреміз дегеніміз қайда? Оларда мыналарда болмаған. Күйеуіне бағынбайтын қандай әйелсің? Или талақ хочешь? Іштегі баланы ойлап айтып отырмын. Мен Құлпынайға жерікпін. Че? Құлпынай. Че это такое? Это клубника. Қазақша үйренсеш? Клубнику захотела, да? Қандай тақуа клубника жепті. Енді соның атын бір рет естісем, талақ берем, ұқтың ба? Сен де лимонад ішесің ғой? Ол мен.
Ал сен әйелсің. Жена должна слушаться, поняла? Сен де бастық боласың ба кейін? Ау? Бастық болғың келе ме дейін? Жоқ. Менің тележүргізуші болғым келеді. Бұның бәрінің арманы осы. Мына Анар Сайран қызы 5 жыл бұрын сен сияқты бет бояушы болған. Бет бояушы, көз бояушы. Сендер өсесіңдер. Өсесіңдер. Енді мақсатқа жету үшін көптің бай еңбек ету керек қой. Мақсатшылым бұның. Асқар Қайратұлы. Сіз бағана жиналыстың соңын күтпей кетіп қалдыңыз ғой. Соңғы жаңалықты естімеген шығарсыз. Неғып естімедім? Естідім. Қадамыңыз қайырсыз. Қайырлы болсын. Анара Сайрановна. Онда несіне асығып бара жатырсыз? Бір жағынан түсініңіз. Жастарға орын беру керек. Қазір ел экраннан әдемі жастарды көргісі келеді. Тоқташ. Сендер мені эфирден алып тастадыңдар ма? Жоқ, алып тастаған жоқпыз. Сіз өзіңіз жастарға орын бердіңіз. Айырмашылық жер мен көкте емес пе? Қорытынды жаңалықтаршы. Жастар. Эфирге жастар шығу керек, Асқар мырза. Заман талабы солай. Білім беру бағдарламаларын жаңарту. Осы салада өзекті мәселелерді талқылау. Ал бұл салада мәселелер жетерлік. Әрине бізде 2001 жылдан бастап кредиттік жүйеге өткеннен бері бакалавриат, магистратура, докторантура бағдарламалары жыл сайын жаңартылып. Ернат, эфир аз екен. Неғып болсын, Студенттердің кәсіби бер мына жастарға. Былайшы, Айттым ғой, мен бұған түк қатысым жоқ. Маған салса сіздің жүргізгеніңіз де жақсы еді. Кішкене опыт бар дегендей. Ей, бер мына пульті жастарға. Сен неғып болсын? Отыр мұнда. Гүлсанат, отыр. Мен суфлердамын. Суфлер? Не керек суфлер? Не керек анаған суфлер, а? Бұлар жастар. Туа біткенен бәрін біліп туа бұлар. Бұның бәрі уақытша Отыр. Мойымаңыз. Эфирден кетсеңіз де ойдан кеткен жоқсыз. Сен суфлер емессің. Сен пульт қотырасың. Сен ертеңде корпорациядан директор боласың. Кәсіпкерлер одағы құрылды. Адам емес. Жастардың бәрі беру керек ол жерде. Алыңдар осының бәрі сендердікі біз адам емеспіз. Суфлер қайда? Суфлер! Асқар, тікелей эфирді құрттыңыз ғой. Шынын айту керек, Асқар. Қанша уақыт болды? Сенің еркелігіңді көтере біз шаршадық. Жас бала емессің. Мына қылығың ұят енді. Ұят емес, тіпті қылмыс. Рас, қылмыс. Бақ құралдарының таралуына кедергі келтіру бәр. Ақшалай, қаржылай және моральдық шығынға ұшырату екі. Бұл енді шашақ. Қызметкерлерге қол көтеру, тіл тегізу 3, 4. Мен айтайыншы. Сөзімді бөлме. Бақ туралы заң, еңбек кодексі. Корпорацияның ішкі ережесі бұзылды. Қайда ереже? Бұл жерде ереже бар ма корпорацияда? Бұл жерде заңсыздық, менсақ бастан асады. Міне жоғардан звондап жатыр. Әрқайсына эфирдің неге бұзғаны туралы түсіндіріп отырым керек. Айтқаным айтқан, жұмыстан кетесің. Ешқандай арыз парыз. Өз еркімен, бөз еркімен емес, тура статьямен кетесің.
Алло. Иә, тыңдап тұрмын. Алло. Статьямен кетті деген сөз, басқа жерге жұмысқа мүлдем тұра алмайсыз деген сөз. Осыған сен кінәлісің. Кезінде бет бояп жүрген жеріңнен суфлер қылып өзім көтеріп едім. Балақтағы бет басқа шықты. Елемеген бұтақ көз шығарады демекші. Отырмын міне бармағым тістеп. Оған бармақ емес, өзіңіз. Өзіңіздің сабырсыздығыңызбен тәкаппарлығыңыз кінәлі. Жұртты көзге елемейсіз, жастарды менсінбейсіз, басшылыққа бағынбайсыз. Кімге бағынуым керек мен, а? Саған ба? Кімге бағынуым керек мен? Бір сөйлен жазбаған, не бір кітап оқымаған, өңкей дарынсыз немелерден жиналған біреулерге бағынуым керек пе мен? Сендер қабілеттің қадірін білмейсіңдер ғой. Отырып аласыңдар да ақыл айтасыңдар. Қадірлі болу үшін қабілет қана емес, адамгершілік те керек сияқты. Мейірімді, сабырлы болып жүру оңай емес. Солай болып көріну оңай. Ал мен жүре алмаймын. Ұқтың ба? Сондықтан да мен сендерге қолайсызбын. Сендер көре алмайсыңдар мені. Немене керемет болып отырсыз? Шынына келсек, сіздің де журналист болып, шедевр жасағаныңызды көрмедік. Өңкей дарынсыздың ортасында жүр екенсіз. Демек, сол ортаға лайықсыз. Дайын текст оқып беру, пресс-релизден жаңалық жасау кез келген адамның қолынан келеді. Незаменимых не бывает. Ой, сен! Әйел бақты ма? Мәсаған! Жоғалыңыз! Шпион сымақ. Такси керек па? Абай 25. Намаз читаешь? Ну, есть намерение? Эх, Джахилия. Неудачник ты. Мне жаль таких, как ты. Хотя не жаль. Заслуживаешь. Эй! Вот Джахиль, а!
Приведите жамагат новых лиц. Вы как-то расслабились. Приведите знакомых, родных. Не расслабляйся. У меня на тебя такие надежды. Сам подумай, как будем распространять религию, если ты думаешь только о лимонаде? Подумай, ахи. Ислам без нас все пропадет. Да, понял, шейх. Ёлки! Почему не закрыла дверь? Ұйықтап қалыппын, кешірші. Қанша айтам саған? Жауып қоймайсың ба? Қалам, не қылып отырсың? Үйге неғып кірмейсің? Есік ашылмай жатыр. А? Есік ашылмай жатыр. Бұлай тұр. Ұсташы мынаны. Өзің күтіп мен көрейін. Қазір балам. Мынаны ауыстырып тастапты ғой. Қазір балам. Есіркеп қызы ғой. Ақшасы бітіп қапты. Пап, неге есік ашылмай жатыр? Ашылады. Отыра тұр. Кім бол? Мен ғой. Бейсен, аш. Я же тебе сказал. Ақшаңды қазір қайтара алмайым пока. Алдымен аш енді есікті. Жоқ ақша. Босағыңнан аттайықтың болмаса. Ақша жоқ деп тұрмын ғой енді. Енді қашан қайтарасың? Қайтарам бір күн. Бейсен, сенің бір күн дегенің қай күн? Бір жыл болды ғой айтып жүргеніңе, бір жыл. Туған бауырың емеспін бе? Сен түсінбегенде кім түсінеді мені? Менен неменеге сұрай бересің? Енді кімнен сұрайын? Мен қайдан білем? Нормально менімен бірге шейхтің лекциясына қатыс. Тауба делай, сонда көмектесетін ақилар табылады. Бейсен, мен сенің ақип-ақиыңды білмеймін. Маған ақша керек. Жетіскенмен сұрап тұрған жоқпын. Ана балаға дәрі алу керек, дәріге керек ақша. Менің проблемам онсыз да жетеді, былай. Короче, исчезни, а! Ақшасымен бірге құрып кетсін, жахил. Туған ағаң емес пе? Қалай айтып айтасың? Сен базарға жұмысқа шығасың. Қалай сонда?
Маған бөтен адамдардың көзіне көрінге болмайды ғой. Ничего страшного. Арсен шейхтің фатуасы бар. Мен білгем осындай болатын. Бүгін тағы да ақша жоқ па не? А? Мен құлпын ауыстырып тастадым. Заттарымды жинаңдар да қайқайыңдар давай. Ертең басқа адамдар келеді. Жүр балам. Асқар, давай тездетіңдер. Кеш батпай тұрғанда балаң екеуің қонатын жер тауып алыңдар. Қайда? Мен білмеймін қайда. Мына аяздыр кішкентай баламен қайда барам мен қазір? Мен қайдан білем сен қайда баратынды? Мен жетісіп жүрмін ба сонда? Мынандай үйді басқа біреуге беріп, өзім бала-шағамен бір бөлмелі үйде қысылап, қымтырлап. Сенде кредит болса менде де бар. Менде одан зорғысы бар кредиттің. Баяғыда телевизордан шығатын адамдардың бәрі бай, ақылды болатын шығар деп ойлайтынмын. Сөзсен бай тұрмаға ақымақ екенсіңдер барып тұрған. Сөз өтпейтін. Бай болмасақ та ақылдан кенде емеспіз. Тіліңді тартып байқап сөйле. Ақылды болсаң неге бай емессің сен? Ha? Бастығы тұрма давай, босатыңдар үйді. Қазір ақыллылардың байдың заманы ма не? Қазір ақыллылардың қодаланды заман. Беріп тұрған қызметін 5-тен бері шықпай жатқан бір кішкентай қызға беріп жіберді. Экранды оны алып қойды. Жұмысын оны алып қойды. Сөйлескенде келіскенде енді үйді алайын деп жатсыңдар. Сендер менің жанымды бір атала алмайсыңдар ма? Не туғаным жоқ, не арқа сүйер туысым жоқ. Туғаннан қайыр болып тұрған шамалы қазір. Әне менің туған інім. Маған көмектесудің орнына бір сектаға кіріп кетіп адасып жүр әкең. Туған ағасы болған маған кәпірсің дейді. Мен қазақ емеспін, мен қалай кәпір болам? Біраз ақша қарыз болатын, соны сұрап барсам, бермек түгілі адамсың деп сөйлеспейді тіпті. Күнім сол ақшаға қарап тұрғаннан кейін сұрамағанда қайтем енді. Үйде ауру бала бар. Аптасына өкіртіп отырып, қымбат дәрілер аламыз. Құрсыншы бәрек. Қысқасы бұлай Асқар. Тағы бір күн уақыт берем. Онда да мына балаң үшін. Сен мен түсін Асқар. Мен жетісіп жүрген жоқпын. Қаласаң, ертең келіп өзім көшірсейін. Дайын болыңдар ертеңге. Папа. Пап, тұрш. Орныңа жатсаңыз. Мамам енді келмей ме? Сағындың ба? Мен қателік жасадым. Тәкаппарлық таныттым. Сабырсыздық көрсеттім, тіл тигіздім. Осы қылықтарым үшін кешірім сұраймын. Аффект жағдайында болдым ба? Мен бұлай жасайын деп ойлаған жоқпын.
Мен де аффекті жағдайында саған қарсы бұйрыққа қол қойып қойдым. Заңгерлер бапты белгілеп мөрін басты. Боссың. Сонда штаттан шықтың ба? Шықтың. Менің орным бос қой. Бос? Сол жерге қайтан алыңыздаршы. Шын айтам, маған бұл жұмыстан шығуға болмайды. Біттім онда. Менің қолымда балам бар. Маған эфир де керек жоқ, басқа да керек жоқ. Тек қана жұмыстан шығармаңыздаршы. Болмайды. Неге? Өйткені кез келген адамды штатқа алу үшін бізде 2 ай стажировка өту керек. 2 ай. Мен 10 жыл осы телеарнада жұмыс істеймін ғой. Қайдағы стажировка? Енді сен бұл жерде жұмыс істемейсің. Тәртіп бәріне ортақ. Асқар, мен сен үшін бір исключение жасай алам. Сен стажер боласың. Өзіңді журналистикада дәлелдейсің. Журналистикада өзің дәлелдеу баянсыздырек екен, білесіз ғой. Радикалдардың арасына жасырын кіріп, солар жайында сенсациялық репортаж дайындайсың. Репортаж өткір болу керек, бәр. Рейтинг мықты болу керек, 2. Солардың арасында түсірілген эксклюзив болу керек, 3. Асекең секілді дарынды профессионалға ол түк емес қой. Оған дейін гонорарын бере тұрасыздар ма? Мен пәтерсіз қалдым. Материал мықты болсын, рейтинг жоғары болсын. YouTube'ты жар, гонорар да, айлық та болады. Сонда сізге керек сенсация ғой. Басқа не? Қазір бәріне керек осы? Онымен қатар біреулердің көзі ашылып, түзеліп жатса жақсы емес пе? Ей, жоға, мен не біреудің көзін ашып түзейін деп жатыр дейсің бе? Маған керек сенсация, рейтинг. Егер жұмыс керек болса Асеке, кіріс. Асқар. Ау, Асқар. Ал, Асеке, әкел кілт. Әкел. Исақа, келсейікші. Немене келсеті бар? Болдық қой келісіп. Босат үйді. Аға, мен жұмыс орнында қалдым. Қалғаны қалай? Өзім жұмыс орнында қалдым. Енді бір ай осы үйде қалсам, айлыққа дәлінем. Бір ай? Иә. Бір айдың орнына мен ана бауырыңыздан қарызыңызды алып берсем. Кімнен? Бейсенбайдан ба? Иә. Береді саған. Сен оның білмейсің ғой мінезін. Давай, кілтті әкел, босатыңдар, тез. Енді, Исақа ол енді тіні адамы ғой енді. Бірнен сағып сөйлесуге болатын шығар? Иә, туған ағасы менімен сөйлеспей жүргенде. Ваза қайдан жүрді? Өзіңіз алып кеттіңіз ғой, аға? Қашан? Иә. Мен тыңдаңызшы, аға. Абойдың түрін қара. Мен тыңдашы. Егер сол бауырыңыз бар ғой дүзеп, қарызыңызды әперіп, желкелеп алдыңызға зерлетіп алып келсемші. Сен оны тізерлетпей қойшы. Адам қып берсең риза болар едім. Сағат не істемейді анау? Батарея отырып қалған шығар. Ненің исі мынау? Кухнядан ненің исі шығады? Күйіп атыр ғой бірдеңе. Кухнядан исі шығады да? Ештеңе күйіп атқан жоқ па? Жоқ. Аға, келістік бе? Асқар, аға демеші маған. Есіркеп деген атым бар ғой менің. Су берші. Егер әнімді шынымен түзеп берсең, бір ай тегін тұрғызамын. 3 ай. 3 ай? 3 ай тегін тұрамын. Бәлесін қарай көр өзің. Жарайды. Бірақ қарызымды қосып алып бересің. Әрине өзінің інісінен ағасы ақшасын ала алмай жүр деген ол жақсы нәрсе емес. Бірақ амал жоқ. Ақша керек. Үш айға тегін келістік қой. Сен шын айтып отырсың ба? Асқар айтты, Асқар істейді.
Я бауырыңыздан қарызыңызды алып берем, немесе өзін үзейм. Әйтпесе екеуде болады. Абайла. Өзің бірге қосылып далақтап шауып жүрме солармен бір. Қашан ініңізбен таныстырасыз енді? Таныстырғаны қалай? Құда түсейін деп педің онымен? Бардағы өзің кіріп шық. Көрші подъезд. 177-ші квартира. Көрші ме? Мәселе былай ғой. Мен өзім негізі мына радикал ағымдар жайында репортаж жасайын деп едім. Соған сіз Бейсенбай туралы бәрін айтып беруіңіз керек. Камераға. Бауырым, мына жүрсің не? Сенің ата-бабаң осындай мұсылман болды деп айтты ма? Туған туысқанмен араласпайсың ба? Ағаңа қарсысың. Үйге кіргізбейсің. Дұрыс емес қой. Негізі бауырым бар ғой? Сенікі дұрыс емес. Қалай сен, қалай ағайынмен араласпайсың? Ағаңның қарызын алғасың, қанша уақыт бермей жүрсің? Бауырым, не тірлік мынау, не істеп жүрсің сен, не істеп жүрсің, қарызын қайтасың жаңағының, басың істейме сенің, мына жүз. Ассаламалейкум. Ты кто такой? Кешіріңіз, шатасып кеттім ғой деймін. Подожди. Сен анау кеше менің ақшаны бермей қашып кеткен жахил емессің бе? Бауырым, сен дінге жақын адам сияқтысың. Амандыққа жауап бермейсің бе? Че тебе надо, Сол танысайын деп. Ты че, дебил, что ли? Тұратшы бауырым, сөйлесекші, мұсылманбыз ғой. Вали отсюда. Ты не мусульманин. Кто не мусульман, не деп түсін, Сақауын жоқ, қолды берем қазір! Кім мұсылман емес? Кім мұсылман емес? Кім мұсылман емес? Жібер дейме саған! Жібер! Кеш ақша бермей қашып кетесің. Бүгін келіп төбелесесің. Ненормальный, да? Сам да ненормальный. Ағама қарызды қайтармайсың, үйге кіргізбейсің. Өзің ненормальныйсың. Че тебе надо, Егерде мен сен сектаңа кірсем, Есіркептің қарызын қайтарасың ба? Бұл секта емес. Я настоящий верующий. Вот. Нағыз діндар екесің. Онда қарызды уақытында қайтар. Хорошо. Бірақ сен менің айтқанымды істейсің. Сенің айтқанын істесем, Есіркептің қарызын қайтарасың ба? Джихад? Нет. Почему сразу джихад? И өзің білше, менің үйім маңына жоласаң, басыңды жарам, ұқтың ба? Тұратшы. Сөйлесейік, бәріміз бір мұсылманбыз ғой, Кім айтты оны саған? Бәріміз бір мұсылманбыз дейді ғой.
Балам. Екеуміз келісейік. Сен қорықпа, балам. Мен саған ұрыспаймын. Мен саған күн сайын кәмпит беріп тұрайын. Тек сен менің айтқанымды істеуің керек. Аға, ермекті көрген жоқсыз ба? Ермек ау деймін, былай қарай кет. Жалғыз ба? Жоқ, мамасымен. Қалай балам? Келістік пе? Баланы алып қайда бара жатсың? Маған ақша керек. Ақша бәріне де керек. Алименттік уақыт келеді. Сол кезде аласың ақшаны. Онда мен баланы алып кетем. Ол менікі. Сот маған берген. Жүр. Көресің, осы ата жолы сенің түбіңе жетеді. Е атаңа, е басқаға жете алмай жол ортада қаласың сен, ұқтың ба? Сен өз басыңды арашаламай тұрып, ермекті де сол мафияға бермекшісің ба? Сенің миың су болып кеткен бәле сектан. Өй, ол секта емес. Ол рухани ашықтық. Мөлдір бұлақ жүректің тазалығы. Біле білсең, мен Диуан ұстаздың рахметін алғам. Диуан? Жахилия, Диуан, не бәле өзі бұл? Маған ақша тауып бермесең, мен мұнан алып кетем. Қазір полиция шақыртам, сонда пәленің көкесін көресің. Гүлжан, сен мен түсінсеш. Бір апта деген ақшаңды берем мен. Мен ақ жолға шығуым керек. 2 күнде маған 50 000 тауып бересің. Әйтпесе ана баланы алып кетем. Түсіндің бе? 2 күн. Жоқ, алып тастаған жоқпыз. Сіз өзіңіз жастарға орын бердіңіз. Алло, ассалаумағалейкум аға. Ахмет аға, сізде бір шаруа болып тұр. Ертең ана есіріп кептен интервью алуым керек болып тұр да. Сол сіз керек болып тұрсың маған. Бейсенбай бала күнінен бір бетке еді. Оның мектептегі кезі бүкіл ауыздастарымыздың барлықтарының есінде. Сабақты 2-ге оқыды. Класстан қалды. Дойыр мінезімен ат шықты. Сөз көтермейді деп, мұғалімдердің өзі тіпті онымен абайлап сөйлесетін. Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіңдер. Бейсенбай, сен неге орнынан тұрмайсың? Неменеге тұрам? Барлық балалар орнынан тұрды ғой. Жарайды. Онда мен сабақ бойы тұрып тұрайын. Мынауың не? Запаска. Мен таксистпін. Адам бала кезінде қандай мінезі болса, кейін ер жеткенде де сол мінезімен қалады. Адам өз-өзін тәрбиелемесе қиын ғой. Оның бір жаман мінезі барлық нәрсені буквально түсінеді. Тіпті біздің бір құдамыздың 30 жылғы дәретін жоққа шығарды. Мынаны қара. Андағы дәретіңіз дұрыс емес. Намазыңыз да қабыл емес. Әй Шырақ, 30 жыл бойы алып жүрген дәретіміз осы. Бірінші шынтақты емес бетті жуа. Қабыл емес намазыңыз.
қалай қабыл емес? Енді адам деген осылай дәрет ала ма? 30 жыл өткен өмір десеңші. Қабыл емес намазыңыз. Уя кең сенің, батыр! Меніңше, біз ауылдан қалаға көшіп келгеннен кейін Бейсенбай қазақылықтан біраз алыстап қалды. Ортаға сыймай жүргенде содан деп ойлаймын. Ол ешкім тыңдамайды. Бейсенбай имамдарды жек көреді. Оларды тыңдамайды. Оған тек бір-ақ адам ықпал ете алады. Ана кім еді ана? Ютубта жүр ғой әлгі. Әрсен деген біреуді тыңдайды. Баяғы аталарымыз бен әжелеріміздің ұстанған діні қандай таптаза еді. Мейірімді дін болатын. Меніңше бұлар адасып жүр. Иә. Бұл сонда баяғыдан дойыр. Сол мінезін дінге әкелді дейсіз ғой. Бұларды қалай түзеуге болады? Қалай ойлайсыз? Мен қайдан білем, Асқар? Менен сұрайды ғой. Сен түзей алам дедің ғой. Ал егер бұларды жаппай соттасашы? Керағымды жаппай түрмеге жабу проблеманы бір жерден екінші жерге тасымалдау ғана. Бәрібір біздікі дұрыс. Біз өзіміздің ұстанымымызды түрмеде де таратуымыз керек. Бұларды түзету үшін түсіндіру жұмыстары керек. Жалпы бұл жара, ал жараны емдеу керек. Кесіп бастай беруге болмайды. Бір күні өзіміз қолсыз қаламыз. Асқар, сен болса да Бейсенбайды түзу жолға салу үшін фильм жасап жатырсың ғой. Сондықтан сені ең алдымен өзіңді өзгерт. Бейсенбайға сөзің өтсін десең, өзің дінді біл. Бізде қалай? Өзі әліпті таяқ деп білмейтін кейбіреулер өзгені жөнге салғысы келеді. Айтып тұрған ақылыңа лайықсың ба? Алдымен соған қар. Ағызып келе жатқан атты алдынан шығып тоқтатпайды. Қоса ілесе шауып ауыздықтайды. Қайдам, жүрегі жабықтардың көзін ашқаннан пайда жоқ дейді ғой. Неге жоқ? Жүректердің иесі Алла емес пе? Жүр. Әкеліңдер. Сендер уже қанша болды? Бірде бір адам әкелмедіңдер ме? Қалай уммаға дағуа жасап дінді распространить етеміз? Арсен шейх бір күні конкретно ашуланса, болды, адасамыз. Все, бәрі бітеді. Короче, ертеңге дейін кім екі адам әкелсе, ақшаларын қайтарып берем. Қалайсыздар? Қалайсыз? Иық қолмен амандаспа. Неге? Дәлел жоқ оған. Сенің бар ғой, түрің таныс. Бір жерден көрген сияқтымын. Вообще-то бар ғой.
Саған сақал өсіру керек. Иә, срочно өсіру керек. Намазды қалай оқисың? Тұрш. Тұрш. Тұр, қолың байла. Мешітте ни в коем случае екі столыптың арасына тұрқаушы болма, ұқтың ба? Это важно. Важно, ұқтың ба? Алло. Істемеймін мен оны. Мен саған дін үйретем деген жоқ. Сам напросился. Енді условияларды орында. Діннің талабы бұдан басталмайды ғой. Дәлел бар ма одан басталмайтынына? Дәлел бар ма? Дәлел тауып берші маған. Бұл өте важный миссия. Қаншама адамның алданбауына көмектесесің. Жүр. Жүр. Қалай ойлайсың? Ана екеуінің кіршесі бір ме? Конечно. Бірақ бізге анау бер жағындағысын көзін құртсақ сол да жетеді. Ең жауыз сол. Өткеннен бері следить етіп жүр. Мына Тағутская полицияны кез келгенде құртамыз. Қандай полиция? Тағутская, который силауға подчиняться етуге болмайтын полиция, понял? Неге? Потому что Тағутская. О не ол Тағутский деген? Потом объясню. Кеттік жүр. Тұраш. Немене? Анда мен не істейін деп жатсың? Керек болады. Керек емес, ол үлкен кісі ғой, ұят болады. Ұят емес, басты қатырма. Есіркепке ақша керек, саған мен керек. Тұн ба? Так что давай қимылда. Қазір тоқта, мен камераны қосып алайын. Камера? Иә. Астахфираллах. Что ты делаешь, а? Что делаешь? Бұл, давай действуй. Ақшаны қайтармайм енді, бұл теп. Ты чё, а? Средь белого дня обманываешь людей, а? Вас всех надо убить. Ширкоман ты. Аузу билля, шайтан, а?
Қалай сөйлейді бала? Өзің шайтансың. Барыңдар. Тепсейші тез, давай. Бугай шақыр тез. Бугай шақыр демесің. Қаш демесің. Қазір полиция шақырам. Қашташ деме десің. Болды қашташ. Жарды ғой мұны. Тоқта деймісің. Берген. Қаш. Тоқта. Тоқташ. Мынау ма? Талдып кетек та мұнан. Сен өзің ақ сындырып тастайсың. Мен ақым ба не уже? Өзің ақ сындырасың. Ой, мынау қайтеді, я? Қаш, бол. Бас. Қалқып кеттің ба не? Сен настоящий ақисың ғой. Не істедің? Өзі ғой енді. Адам өлтірдің ғой сен. Сен ғой маған айда деген. Астағфиралла. Не істедің, Ешкім көрген жоқ. Бұнында тастап кетуге болмайды. Жүр отырсаш бұл тез. Мен қатысым жоқ, ұқтың ба? Қатысым жоқ. Өзің жауап бересің. Қалай қатысың жоқ? Рульде сен болдың, ақи. Дәлел бар ма? Дәлел бар ма? Рульде отырғанды біреу көрді ме? Дәлел? Сенің есің дұрыс па? Рульде сен болдың ғой. Қайда барамыз енді? Успокойся. Қайда барамыз айт. Айтпаса тоқтатма машинені. Қатысым жоқ менің. Неменеге тоқтадың? Лимонад ішем. Қайдағы лимонад? Есің дұрыс па, адам өліп отқанда? Оңбаған радикал.
Қайда барамыз? Тамға. Ол не там деген? Өткендегі біздің үй. Не үшін? Айттым ғой, бітті. Сотталамыз қазір. Тыныш отыр. Олар Тагутская полиция. Олардан қорқуға болмайды. Үй, тоқтасашы. Саған тоқта деп келе ғой. Болмайды. Заңға бағыну керек. Заңға? Знаешь, если что, багажникте өлік жатыр. Оны мына мен емес, сен өлтірдің, ұқтың ба? Заңға бағыну керек дейді ғой, мен үшін ол заң емес. Сенің несің дұрыс па? Енді полицияға қарсы шықпайсың ба не? Тагутская полиция. Оларға бағынуға болмайды. Тауғыт, мауғыт демей тоқтатшы машинені. Сержант Жанат Кенжебек, неғып тоқтамаймыз? Байқаймай қалдық. Кешірім сұрайым, айып етпеңізші. Құжаттар. Менікі ме? Қазір. Водитель. Права, техпаспорт. Ертіш. Ауырып келе жатыр кішкене. Ауырса неғып жатпайды үйінде? Құжаттар беш. Права. Көліктен түсеміз. Бауырым, бірдеңе болып қалды ма? Мен ақ шыға салайын, не? Отыршы! Тоқта! Шық көліктен. Қолыңды өтер. Сөйлесейікші, Тауғызский полициясы ғой. Бауырым, мен ешқандай қатысым жоқ. Багажникташ. Мен байқаймай қалдым, құдай апа. Бар, мен танымаймын, бар ғой. Аш багажникті. Ей, не істедің? Отыр! Не істедің? Бұл тез отыр! Не істедің? Есік дұрыс па? Сотталамыз еді. Точно сотталамыз еді, бар ғой. Жап аузың. Сен бас істемей ме? Бәрі бітті. Сотталамыз енді, бәрі сенің кесіріңнен. Ты избил человека, я бил полицейского. Сотталсақ бірге сотталамыз, ұқтың ба? Қазір бәрі тынышталғанша бір жерде тығыла тұрсақ, все решится. Мен ақиларға айтам, олар бәрін қатырады. Тек сен менің айтқанымды орындауың керек, ұқтың ба? Сен полицей тұрдың ғой. Полицей тұрдың ғой. Бірақ удар жасадым, не умрет он. Aşı ver. Kurtkım қайда менің?
Әй, ол багажниктен түсіп қалған. Яғни тірі. Точно багажниктен түсіп қалған. Білесің ба қай жерде түсіп қалды? Сен ана лимонад сатып алдың ғой? Сол жерде түсіп қалды. Лимонад алғаның қандай жақсы болды, я? Тірі. Мен кеттім үйге. Қайда барасың? Үйге барам. Бармайсың ешқайда. Немене қылам мен жүтті қылып? Ары кетсе сотқа берер енді. Аяғына жығылсам да құтылам ғой. Қолымда балам бар. Жаңғыз өзім асырап отырым. Балам кешке дейін тамақ ішкен жоқ. Сен қазір полицияға барып бәрін айтайын деп тұрсың ғой. Сотталатын жайым жоқ менің. Бармайсың ешқайда. Басында ойламадың ғой осының бәрін. Қазір мынандай суықта қайда барайын деп тұрсың, айтшы. Сөйлесің бір жерде. Мәшіне бар ғой. Болмайды. Неге болмайды? Нөмірмен қазір ақтау болады бізді. Тагутская полиция бізді уже іздеп жүрген шығар. Тауғыт мауғытынды білмеймін, балам аша отыр үйде. Бармайсың деймесің. Машинаның кілті ма саған керегі? Мына светке не болды енді? Лимонад керек. Лимонад. Сен маған айтшы. Тауғызки полиция деген не, а? Ахмед аға, ассалаумағалейкум. Мен ғой Асқар. Аға, анау ермекші балам. Үйде жаңғыз өзі отырайды. Таңертең кешке дейін тамақ ішкен жоқ. Мен бір жерде жүрмін, телефонмен айтатын әңгіме емес. Сол баламды үйіңізге алып кетесіз бе, қасыңызда? Қашан? Неменеге алып кетті оны? Қырсық! Ай! Сектантка! Саған не болды? Өлейін деп атсың ба не? Лимонад керек. Лимонад. Конфет, шоколад. Сладкий жеу керек. Не бар? Сен диабетсің ба не? Әкең. Жетпеген осы етеді. Біреуге хабарласайық та? Сенің анау достарың бар еді ғой? Телефоның қайда сенің? Телефон курткада кетті. Куртканы сонда анау түрелік алып кетті ме не? Өзің телефонын берші. Мә. Алло. Ахи. Помоги, пожалуйста. Лимонад нужен. В пещеру привези, пожалуйста. Ради Аллаха, Ахи. Ахи, не могу. Сейчас по делам езжу. Сабр делай, может, пройдет. У меня приступ. Помоги, пожалуйста, Ахи. Алло. Алло. Я сейчас не свободен. Позвони Халиду, может, он свободен. Алло, Ахи. Алло. Вроде много друзей, а звонить некому. Якиш! Алло, Ахмед аға, мен ғой. Сізге бір өтініш бар. Көмегіңіз керек. Мұнда бір сектант өлейін деп жатыр.
Ей. Ей. Мәш. Тағы бар ма? Түбінде қан тол, басқа жоқ. Малақшын теуіп, адам қағып, Талғузский полицияны ұрып. Не деген шытырман оқиға? Ақи, брат, бір түрлісіндір көздерің. Ақи еще. Неге ақи, а? Аға, бауыр, көке. Дос десеңдер ауыздарын қисайық бала ма? А? Мына сен маған айтшы. Что такое тауғыт? А? Тагут – это система, которая построена не по закону шариата, а по закону людей. То есть Конституция. Сонда не? Конституция харам ба не? Конечно, харам. Нельзя. Это же тагут. Сам ты тагут, диабетчик. Эй, анам мешіттегі имамдар Конституцияны сыйлайды ғой. Олар да дінге жандар ашиды. Может, ашса ашитын шығар. Но они все неправильно делают. Ты... Мұсылман деген жүзінен нұр төгіліп, бір жайдар болып күлімсіреп жүреді ғой. Сен түріңе қарашы. Қашан көрсең бір қабағың ашылмайды. Бір тырысып. Сен қалай адамдар дінге шақырасың, я? Түріңе қарашы сен. Сен тап-таза бандитсің ғой сен. Сенің қасыңа адам жоламақ түгіл. Айдылаға без қашып кеткісі келеді. Әне, тағы да бір күнәһар сені құтқарғалы келді. Құмылақшы кемпірді не мақсатпен тептіңдер сонда? Өйткені олар күфір делают. Күпіршілдердің бәрін тебіңдер дегенді қайдан алдың? Олар тоқтату керек. Зұлымдар олар. Зұлымдыққа зұлымдықпен жауап беру сүннет емес. Жарайды. Бүгін сен біреуін тебесің. Ертең олар 2, 5, 10 болады. Соның бәрін тебесің бе? Жалпы сүннеттің не екенін білесің бе өзің? Білмегенде? Сунна ол пайғамбар жолы. Сүннетті сүннетке сәйкес жасау керек. Пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Адамдарға өте жұмсақ болған. Бәрібір. Ондайлармен күресу керек. Солардың кесірінен ислам дамымай отыр. Жоқ. Ислам сендейлердің кесірінен дамымай отыр. Мен? Неге сен бәрін оларға жауып отырсың? Сіз сонда бағанағы гадалканы жақтап отырсыз ба? Они же мошенники. Я, олар алаяқтар. Бірақ сенің де жетісіп тұрғаның шамал. Қазақтар неге намаз оқымайды? Айтыңызшы. Бұл сендерге біреуді кәпірдеуге құқық бермейді. Ең қадірлі сахабалардың кейбірі кезінде мұсылмандарға қарсы соғысқан. Сен өз туған ағаңды кәпір деп сыйламайсың. Ал туған туыспен қатынасты үзу үлкен күнә.
Сіздер осы Абу Ханифа мазхабын ұстанамыз дейсіздер, е? Иә. Амалдарыңызға суннадан бір дәлел жоқ. Маған дәлел айтыңызшы. Дәлел бар ма? Сен намаз оқисың ба? Конечно. Демек, суннаға амал етесің ғой. Ну? Яғни 5 уақыт намаз оқисың. Вы что, издеваетесь? Оқимын. 5 уақыт намаздың уақыты бар. Мысалы, таң намазы, 5-ін, 2-ті. Сол 5 уақыт намаздың уақыттарына дәлел айтшы. Иснадымен. Дәлел? Это же и так понятно. Жоқ, сен дәлел айтшы. Сен тек дәлелмен жүресің ғой. Чё? Көрдің бе? Сендер қарапайым мұсылмандардан әр нәрсеге дәлел сұрайсыңдар. Өздерің түк те білмейсіңдер. Бізге дейін қаншама ғалымдар исламдағы амалдарды анықтап, белгілеп кеткен. Бұл шөпті қайнатып, дәрі жасаған секілді. Біз ауырсақ, қырдан шөп термейміз ғой. Оны қайнатып әуре болмаймыз. Дайын таблетка ішеміз. Себебі мұны мамандар жасаған. Сол секілді исламдағы барлық сұрақтарға жауап бар. Біз сол ғалымдардың пікіріне тоқтаймыз. Ал мына сен 5 уақыт намаздың дәлелін білмей отырсың. Онымен қоймай имамдарға, тіпті ғұламаларға, Абу Ханифаға әңгіме айтқың келеді. Имамдарды тыңдамайсыңдар, оларды жек көресіңдер. Біле білсең, жұмысқа ең ерте келіп, кеш кететін жандар солар. Өлім жітім, садақаларды кім атқарады? Кейбір көңілі жарым жанға уағыз айтып, Алланың мейірімін шақырып жүргенде сол имам молдалар. Мұсылман бір тұтас дене іспеттес, бір жері ауырса, барлық денесі ауырады. Ендеше имам сенің бауырың. Ақиданың ең үлкені Алланы тану. Мұсылмандықтың ең жақсысы өзгеге зиян келтірмеу. Мынандай елдің бейбітшілік пен тыныштықтың қадірін біл. Ислам туған туыспен жақсы болуға, адамдармен көркем мәміледе болуға үндейді. Сендер өздеріңнің тәрбиелерінде кеткен ақауды исламға жауып, елді шошытып жүрсіңдер. Сендейлердің кесірлерінен исламский терроризм деген түсінік шықты. Ислам бейбітшілік деген сөзді білдіреді. Ендеше бейбітшілік терроризм деген сөз болушы ме еді? Бұл қисынға сыя ма? Бірақ осындай қисынсыз сөзге сенуге себеп болған мына сендерсіңдер. Қалай тезептің? Жұмысым ғой енді. Мынау кім? Шал главарлары. Мына екеуі помощниктер ғой. В общем, братан, мыналар радикалдар ғой. Одан кейін бұлардың бір ойлағаны бар. Походу базар жаратын сияқты. И мой совет тебе, братан, не стоит с ними связываться. Екеуін даяғын сындырмасам, бұғы әтім өшсін. Енді о жағын өзің байқап көресің. Бұғай, мынаны да сындыру керек. Тем более радикалдар. Аяму керек. В общем, мен кеттім. Давай жол болсын. Теңге өшіш? Ма. Ұста. Мысық, ана ойыншық жасап кетші. Мынау не? Майыр ғой. Майырлайтын болғасындар ма не?
и мелочниктер. Бугай, ақша берші. Мә. Аз ғой мұны. Берші нормально. Өлдің бе ақшадан жетеді ғой. Күні бойы базарға жүрмейсің ғой. Сендер үшін қалай рисковать етіп жүрген білесің бе? Алмаған ше. Хотя бы куртка алайын да, Бугай. Мынаны ютубқа салып жүрші. Звезда боласың. Талпынысыңыз жаман емес. Сізді радикализмге жақын деп ойламаппын. Тіпті барынтаңызбен жүрсіз. Бұл қалай шығып кеткен өзі? Міне, Фейсбуктағы дін және орта деген топта жүр. Кейбірі тіпті сіздің журналист екеніңізді біледі екен. Енді сіздің есіміңіз радикализммен қатар аталатын болды. Сізді тірідей талап жатыр. Құтты болсын. Осылар неге тыныш отырмайды екен? Неге тыныш отырсын? Сол үшін олар ақша алмай ма? Діни ахуалды өршітіп отырған үшін ақша ала ма? Әрине, бизнес қой кәдімгі. Бұл исламофобия деп аталады. Ал ол үлкен ақша, біле білсеңіз. Сонымен Асқар мырза, өзіңіз көріп отырсыз. Осымен сіздің тақырып тәмам. Қалай? Солай. Біріншіден, бұл заң бұзушылық. Егер ана ел сізді сотқа беретін болса, үлкен шу болайын деп тұр. Бізге бұндай проблема керек емес. Қалай? Starbucks. Не? Кофе ма сонда ол? Иә, кофе сияқты бірдеңке ғой. Содан артық ештеңкесі жоқ. Ал бокстың не қатысы бар? Бокс деген сөздің тағы бір мағынасы қорап. Ал стар деген жұлдыз. Вот енді Starbucks деген жұлдызды қорапша болмай ма? Кофе үшін мыңдаған адам жиналған ба Алматыда? Енді қазақтар. Стар деген сөз жұлдыз. Жұлдыз дегенді естігенде топырлап жинала берген ғой бәрі. Ничего себе. Вообще-то сол Starbucks емес басқаша ғой деймін. Есіме түспей тұр.
Кім бар? Мына жер кәдімгі религиозный ячейка ғой. Сега, баяғыда ойнайтын білесің ба? Ауырмайды жүрек, ауырмай. Қуасың ба? Так. Күдікті осында келген, машинасын тастаған, сосын тайып тұрған. Қайда кетуі мүмкін, а? Қайрат Нұртас, бәрі мақтаншы. Орыс қыздарға қазақшаны айтқызып жүр. Естейміз бе? Тура осындай машина менің папымда болған ғой. Мынаны сүйреп алып кету керек. Бар жүгір, тросты алып кел. Қайдан? Қайдан несі, машинеден? Трос учаскеде ғой. Туй! Машинеге салып жүрмейсің ба тросты? Бүгін мен машина сүйрейтін білдім ба? Не қылып тұрсың? Жүр, трос алып келеміз. Ахмет маған бәрін айтты. Ал? Не істейін деп жатсың? Көріп тұрсыз ғой. Жұмыста адыра қалды. Балада. Үйіңізді босатып берем. Асқар, мені Бейсенбайға алып баршы. Қайда жүр өзі қазір? А? Бауырым ғой туған. Жалғыз інім ғой. Дұрыс. Бұл сіздің ініңіз, менікі емес. Демек, бұл сіздің проблемаңыз. Өзім семем жетіп тұрғандай, біреуді жөндеймін деп нем бар еді? Қаңғырып өтеді ол сорлы. Өлмесе өмірім қапсын. Өлмейді ол. Құдай, Есалаң Бейсенбайға жолықтырмасын мен енді. Міне, мынандай ғана болады чип. Адам тамырына енгізеді. Болашақта паспорт, банкомат картасы деген нәрселер болмайды. Сен туралы барлық информация сол чиптің ішінде. Ал ол чип сенің қан тамырың арасында. Бұл әңгіме оның бәрі. Адам тамырына чип түгілі шаң түсіп кетсе өліп қалмай ма?
Оған кім келседі? Еще әлемде 7 миллиард адам бар. Оның бәрін енгізіп бітем дегенше. Ол деген оп-оңай. Әлемнің адамдарының барлығында паспорт бар. Сол сияқты чипті алады да енгізе салады. Егер де бір заң бұзып, тағы да бірдеңе бүлдіретін болсаң, ол чипті алады да өшіре салады. Өлесің де қаласың. Сен пистолетіңді алдың ба? Иә, сен ше? Алдым. Неге сұрадың? Білмеймін. Жүрегім біртүрлі қобалжып келе жатыр. Қуасың бе? Бүгай, мен сынарайын да. Ол мен базарда тепті, есінде ме? Мен сен тепкен жоқпын. Асқар тепті. Қойсаңдаршы. Вы что, издеваетесь? А? Тоқта. Не болды? Сәл төменірек жүрші. Не мына жерден. Қуасыңдар ма? Тура сол жерден. Тоқта. Не болды, кайыпты бұздың ғой? Давай спорласайық. Бір ұрғаннан сындырамайсың. Давай. Қаншаға? 10 мың. Те, Бүгай, ты че? 10 мың аз ғой. Давай 11 мың. Ну, давай. Бір ұрғаннан сындырамайсың. Спорласатын нәрсені тапқан екенсіңдір. Сене маған, сен бей тұрсың ба? Сындырамайсың деймін. Неге? Сол, сындырамайсың. Неге сол? Мазай қойш деймін, сындырамайсың. Сындыраме? Сындырамайсың деймін. Бір ұрғаннан сындырамайсың. Сындыраме! Тоқта. Опа. Мені қаққан осы ғой. Қақпанға өзі кеп түсті. Байлаңдар. Байла. Өлтіресіңдер ма? Өшірсіңді. Бір ұрғаннан өл қумайды. Әйтпесе өзіңді өшірем. Кісі қаққыш. Үйде тыққан-пыққан ақша, қару жарақ бірдеңе бар ма? Сенен сұрап тұрмын. Опана. Мынау не? Жігітің смелый. Скрытый видео түсіріп жүр. Мынаны қара. Пысық өзі. Қазір көрсетейін мен сендерге. Бүгай! Не? Братан! Мұнда подол бар. Есіркем. Тірісің ба? Есіңді жи. Бол, есіңді жи, бізді босат. Соткан қайда? Қалтамда. Әкел, полицияға хабарласам. Енді есіңе түсті мәне? Полицияға звондаған харам ғой. Әкел деймін мен саған. Мұрнымен алам ба, мен қолым байлаулы ғой. Әкел, мен алам. Ақи, осыны аман қасақ. Ана, есіркептің қарызын қайтарасың ба? Мүмкін білдем. Түзілерсің, Тамашылықты, жөте болтайыш. Бер жақын отыр. Мешені сұрайын деп жүрем де? Осы сенің аузың толған акцент. Неменеге орысша сөйлесің сен осы, Дурак! Тұрғыз.
Братан, спорт жалғастырайық та. Қазір мен кішкене дайындалып тренировка жасап алайын, Бағана мына машина болған жоқ қой? Осындай кезде ше, бағана мен айтқан тип болса ше, өшіре саласың. Қылмыскердің бәрі нейтрал. Неге атасың? Атпасам олар ішке кіреді ғой. Бес команд неге атасың деймін саған? Амансың ба? Ей, жетпейіп дегенше сақтанбайсың ба? Нешеу екен өздері? Екеу. Той, осылардың жүрмейтін жерлері жоқ. Мұна террористерді қайтеміз. Шешіңдер, алып кетеміз. 28 километр Көкшетау бағытында ранен сержант Кенжебек. Сильно ранен, деп айтшы. Быстро! Қозғалмаймыз. Сендер қылмыс жасадыңдар, полиция қызметтерін жараладыңдар. Өз еріктеріңмен беріліңдер. Сонда жазаларың жеңіл болады. Мен отқан жоқым оны. Ну, начинается. Ей, тастаңдар қаруларыңды. Да пошел ты! Жігіттер, былай келсейік. Сендердің араларында екі күдікті бар. Қайсы екеуі? Бұл жерде шоу ғой. Ана екі шеттегі екеуі. Мұнаны қайтем? Қазір. Жанат. Танисың ба ананы? Қайсына? Босаңдар сей! Ортасындағыны. Тез! Оны білмейміз. Ребята! Вы не на того нападайте! Біз сендерге көмектесіп жатырмыз. НАТО пошла сендердің жұмыстарын біз істеп жүрміз. Бұлар террористер! Жігіттер, сендердің көмектерің сол болсын. Қаруларын тастаңдарды тайып тұрыңдар. Сендермен кейін сөйлесеміз. Жақсы жігіттер, бір-екі дегенде жібереміз. Келісіп пе? Давай! Біз ақырын ғана кетіп қаламыз. Бір. Екі. Үш.
өзі жай жүрген адамға ұқсамайды. Басымызға бәле болып жүрмесе жақсы болар еді әйтеуір. Әлде милиция шақырамыз ба? Кім болса да құдай қонақ. Өлім аузынан қалған мүсәпір жан. Бейшараны далаға тастап кетсем, қаза қылығым қайсы? Жүріңіз. Осында. Так. Асқарды қашан шығарады сонда? Егер кінәсіздігі дәлелденсе шығуы мүмкін. Полиция сержанты Жанат Кенжебеков тұрған кезде ол сол жерде болған. Демек оның кінәсі болуы мүмкін ғой. Бәріне дәлел керек. Дәлел. Міне ғой дәлел. Сол теріс ағымдарды журналист болып зерттеуге тапсырма алғанын айтып отыр ғой. Ондай тапсырма алған жайлы ешқандай құжат жоқ. Еш жерге тіркелмеген. Фото, видео түкте жоқ. Демек, сіздер ауызша не айтсаңыздар да ол дәлел бола алмайды. Енді не дәлел бола алады? Оған дәлел. Міне. Мынау ұсталса, осы дәлел. Оны іздеп жатқан біреу бар ма өзі? Кім бұл? Мен. Бейсенбай? Есікті аш. Маржан, кешірші мені. Менікі дұрыс болмады. Қазір бабамдар қонақтан келеді. Мынаны көрді. Олар сенің осында екеніңді білсе, мен дейден қуып шығады. Тезірек кетші, Бейсенбай. Қалайсың өзің? Врачқа қаралып жүрсің бе? Пайдасы жоқ болды. Түсінбедім, неге? Баламызды түсіріп алдым. Маржан, кешірші мені. Бітті шаруаң сенің. Сотталасың. Сен не деп отырсың? Қайдағы сот? Ана напарнигің өлі ма, тірі ма хабар жоқ. Саған бір ақыл айтайын. Сен одан да өз мойныңа ал. Ертең бәрібір сотта ақтала алмайсың сен. Басың болса ойлан.
өз еркіңмен берілем десең оңай ғой. Бөлімшеге барасың да айтасың. Мен отпускте жүрмін. Менің кесірімнен ан жақта басқа біреу сотталайын деп жатыр. Мен сот емеспін. Адам өз уақыт жоқ кезде өз еркіңмен бар да беріл. Соттал. Маған не дейсің? Жоқ, сендерге жетпей сонда? Елдің тыныштығы сендерге керек емес па? Бәріне мен кінәлімін. Қалайсың? Жақсы. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ал Асқар, аман есен босауыңмен. Рахмет. Бұл да бір сынақ қой. Ең бастысы бас аман, ел сау. Дұрыс айтасыз. Басқа түспегеннен кейін достардың қадірін білмейді екенсің. Есіркеп қалай болды? Жазылып қалды. Сәлем айтып жатыр. Міне, мынаны беріп жібердім. Бала, бәкітті. Қалтыңа сап қой, жоғалды болма, е? Ата, менің шоколадым қайда? Жүр, машинада, жүре ғой. Анар, саған не айтарын білмейді. Айтарыңызды айтып тастағансыз. Үлкен рахмет. Жақсы. Пенде болғаннан кейін артық кетіп қаламыз. Кешірім сұраймын. Кешіріңіз, қазір бір минут. Қалайсың? Жақсы. Ай, Асқар-ай, не болды сонша шатасып? Ана адасқандардың арасында не бар саған? Әй, Гүлжан-ай. Басқа сен маған ағыл. Ермек мен қасында қалсын, е? Маған ақша керек. Енді мен қасиетті жерлерді аралауым керек. Әйелге отбасынан артық қандай қасиет жер бар, а? Балаң қасында мен бармын. Оның артық қандай бақыт керек саған? Маған ақша керек. Мен Бейсенбай Біртуғанов 1984 жылғы. Бейсенбай, кешір. Бағана маған не айттың? Соны айтып берші. Жақсы. Барлық адамның кемшілігі болады. Бала кезінде алған тәрбиесі бар, және ол өскеннен кейін де адамның бойында қалып қалады. Тіпті намаз оқығаннан кейін де одан құтылу өте қиын. Бірақ мұсылман адам содан арылуға тырысу керек. Егер тырыспасақ, онда
басқа адамдар бұны діннің кемшілік екен деп ойлап қалады. Исламның мақсаты да сол, адамдарды жақсы жаққа қарай түзеу, басқа біреуді қинау емес, нақты өзіңді дұрыс жолға салу. Ислам діні бұл кемел дін. Мен сіздерге ақыл айтуға хақым жоқ, бірақ кейбір мұсылманның қате әрекеттеріне қарап исламды бағалауға болмайды екен. Керісінше, исламға қарап бүкіл мұсылмандарға баға беру керек. Ислам бүкіл әлемнің тыныштығын бірінші орынға қояды. Өйткені оның атының өзі де бейбітшілік деген мағынаны білдіреді. Ислам ата-ананы сыйлауға, туған туысқандармен жақсы қарым-қатынаста болуға, жетімдердің басынан сипауға, басшыны тыңдап, заңға бағынуға шақырады. Ал білмей, оқымай, біреулерден естігеніңді хақ деп бүлік шығаратындар, олар өздерінің маңайындағы адамдарды шошытып жүргендерін түсінулері керек. Аллаға шүкір, мен өзім түсіндім. Енді түзелу жолындамын. Адасып жүрген бауырларыма, достарыма айтарым: ислам кемшіліксіз дін. Керісінше, біздің кемшілігіміз көп екен. Біз исламды кемел қылу үшін келген жоқпыз. Ислам бізді кемел қылу үшін келген. Қудым сені дүние жалықпай-ақ, ей судағы ұстатпайсаң балықтай-ақ. Бір далдыңды көрсетіп бір дарқыңды, ей қойдың ғой дидарыңдай танытпай-ақ. Бір қисық жол дүние бұраңдаған, ей бақтайса басқа дәулет құралмаған. Асқар тауды меңзеген есіл көңлім, ой дүнияда еш нәрсеге тына алмаған. Мың бір бәле күніне көрсең дағы, ей жігіттер күдер үзбе бір Алладан.